Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Арнамдағы пайдалы кеңестер, лайфхактар ұнаса, лайк басып, пікір жазып, каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Бүгінгі менің сіздерге көрсететін пайдалы кеңесім тігін жіптеріне байланысты болады. Бүгін менің сіздерге бөлісетін кеңесім осындай тігін жіптеріне арналған лайфхак болады. Екі түрлі көрсетемін. Ұнағандарын астына пікір қалдырып, комментарийға жазып кетіңіздер. Ол үшін бізге сусыннан босатылған бөтелке, пенопласт қағазы, канцелярлық пышақ, маркер, сок ішуге арналған түтікше, суши жеуге арналған таяқша және бізге тіс шұқығыш керек. Мінекей қорабымызға пенопласт қалдығын кесіліп, оны түбіне дейін батырып саламыз. Осыған енді тіс шұқығыш ағаштарын бекітіп, соған тігін жіптерін кигізіп қоямыз. Қанша жіптеріңіз болса, сонша тіс шұқығыш ағашты бекітіп, осылай әдемі ғып, жинақы ғып ұстауға болады. Бұл тігін жіптеріне арналған менің бірінші лайфхагым. Осы сусыннан босатылған бөтелкені екіге бөліп кесеміз. Сонымен сусыннан босалған бөтелкеміз дайын. Біз оларды осылай екіге бөлдік. Екіге бөліп, мына жандарынан тесіктер жасадық. Ол тесіктер неге қажет екенін қазір көресіздер. Сусын ішетін одноразовый түтікшені алып, ортасына тігін жібін тығып, екінші жағынан шығарып, осылай қылып бекітеміз. Барлық жіптерді осылай бекітуге болады. Мінекей, осымен бітті. Түбесін қалпағымен жауып қоюға болады. Сонда сіздердің жіптеріңіз жинақы, ұқыпты болып тұрады. Бүгінгі күнге арналған екінші лайфхагым тігін жіптеріне арналған. Бұнда пайдаланғанымыз сусыннан босаған бөтелке, сусын ішетін түтікше, осыларды пайдаландық. Коланы екіге бөлдік. Сосын түтікшелер толу үшін мына тесіктерді дайындадық. Содан кейін мына жіптерді шығып тұру үшін осы жерден былай тартып алып, инеге саптайсыздар. Сонымен менің YouTube арнамдағы лайфхагым ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі екі лайфхагымның ұнағанын пікір қылып, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Мінекей, екінші лайфхагым.